Өткенде шалымыз екеуміздің осыдан бір ай жарым бұрын аулаған балықтарымыз, солардың бәрін сықитып, тұздап, кептіріп, енді бәрін сорттап жатырмыз. Жейтінін бөлек, сақтайтынын бөлек деген сияқты. Олардың бәрін қазір қапшықтарға салып, ауыздарын сыммен байлап, бәрін погребте сақтайтын боламыз. Біздің балалар өте қатты жақсы көреді балықты. Ол мейлі кепкен балық болсын, піскен балық болсын, тұздаған болсын, вареный, копченый дейді ғой, сондай балықтың қаншама түрінде жақсы көреді. Сол балаларына әкесінің жейді деп шығарып сорттап жатқан балықтары. Осылай балықтардың бәрін қапшыққа салып, ауыздарын байлап, осындай погребке салып жатырмыз. Погребте жақсы сақталадымыз балықтар. Бұрын морозкада сақтайтынбыз, қазір бізде морозкада ешқандай орын жоқ, еттен толып тұр. Сол себепті осылай погребқа сақтап жатырмыз. Морозкаға салса да, погребқа салса да балықтың өзінің бойындағы бүткіл витаминдерін ұстап тұруға өте жақсы несі бар екен. Морозкаға салғанда да, погребқа салғанда да балық өзінің бойындағы витаминдерін жібермейді екен. Сол себепті осылай салып жатырмыз. Бір қапшығын салып тастадық, мынау екінші қапшық, бұда кілең ірілері, уақтарын бөлек салдық, ірілерін бәрін соттап осылай погребқа салып жатқан жайымыз бар. Балықты біздер әр уақытта, жегіміз келген уақытта шетінен алып жей береміз. Балалар да сүйсініп жейді. Өзіміздің қолдан аулаған балығымыз, өзіміз тұздаған, өзіміз кептірген. Ал бізге ас болсын, бізге лайкос кетіңдер.